Киноәлем арнасына қош келдіңіз. Махаббат ертегісі телехикаясының 40-41 бөлімдерін сіздерге қысқаша баяндаймын. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоны қолдап кетіңіздер. Жоғарғы қабаттан құлап түскен екен, Жанфизаны дереу ауруханаға алып барады. Оның артынан әкесі мен Махир де жетіп келеді. Мында Афет ханым мен Гулизар істеген істеріне қатты өкініп отырады. Енді не істейміз? Егер ол көзін ашып, есін жиған кезде оқиғаның қалай болғанын айтып берсе, не істейміз деп қорқады. Күршет мырза Махирден қызым екеуінің араларында бір нәрсе болды ма деп сұрайды. Ол маған әке мені алып кетіңізші деп қоңырау шалды. Мен оны алып кетуге барған кезде осы оқиға орын алды, бірақ оның қалай болғанын мен көре алған жоқпын дейді. Махир Күршет мырзаға не айтарын білмей қатты уайымдап тұрады. Ауруханаға Жанфизаның әжесі мен құрбысы да келеді. Осы кезде дәрігер шығып қалады. Дәрігер Жанфизаның хал жағдайын айтады. Ол ауыр соққыдан мойын, арқа, белдері, омыртқалары зақымданғанын айтады. Бірақ дәрігер Жанфизаның жұмсақ мақтаның үстіне құлағандығы қауіптің кішкене алдын алғанын айтады. Егер ол осы түнде оянбаса, біз ота жасауға мәжбүр боламыз деп айтады. Дәрігердің бұл сөзін естіген Махир Жанфизаға айтқан ауыр сөздерінен қатты өкініп тұрады. Селимнің адамы Махирдің көлігін айналшықтап жүреді. Бір кезде Селимге қоңырау шалып, басеке, бұл жерде бомбаның ізі де жоқ дейді. Селим ашуланып, жақсылап қара деп ұрсады. Осы кезде полицейлер келіп қалады. Басеке, мен телефонды қоямын, мұнда полицейлер жүр деп кетіп бара жатқан кезде көліктің ішінен Салих шығады да оны ұстап алып кетеді. Асаф мырза Ферман мен Севданы полиция бөлімшесінен алып шығады. Бір кезде арттарынан Эфсанай да келеді. Сөйтіп, Асаф мырза, бұл кім тағы Ферман дейді. Ферман, мен өзім сосын сізге түсіндіріп беремін әке дейді. Махир дәрігерден Жанфизаның алдына кіруге рұқсат сұрайды. Сөйтіп Жанфизаның алдына кіреді де көзіне жас алып, оны жақсы көретіндігін айтып, одан кешірім сұрайды. Бір кезде Жанфиза Махир деп сөйлейді. Сол кезде Махир қатты қуанып кетеді де дереу дәрігерлерді шақырады. Ферман мен Асаф мырза Жанфизаның артынан ауруханаға келеді. Жанфизаның әжесі Күршат мырзадан бұл оқиға сонда қалай болды деп сұрайды. Сол кезде Күршат мырза, сенің бұл сұрағыңа жауабыңды мына кісілер айтсын деп Асаф мырза мен Ферманды меңзейді. Асаф мырза келіп тезірек сауығып кетсін деп айтады. Осы кезде Махир сыртқа шығып Жанфизаның есін жиғанын айтып, оларды қуантады. Кешкісін Махир мен Асаф мырза үйіне оралады. Оларды Афет ханым мен Гулизар күтіп отырады. Сөйтіп, Жанфизаның халі қалай екен деп сұрайды. Махир Афет ханымнан бұл жағдай қалай орын алды деп сұрайды. Афет ханым мен Гулизар сасқалақтап қорыққанын, біз білмейміз, ештеңені көрген жоқпыз дейді. Афет ханым, Жанфиза есін жиған болса, онда өзіңнен сұрап көрмедің бе дейді. Әрине сұраймын, сұрап бәрін анықтаймын дейді Махир. Махир жоғарғы қабатқа көтеріліп, Жанфиза құлаған жерлердің барлығын қарап шығады. Сөйтіп бөлмесіне кірген кезде шетте тұрған Жанфизаның чемоданын байқайды. Чемоданды ашып қараса, бүкіл киімдері жинаулы тұр екен. Одан соң төсектің үстінде тұрған хатты байқап, оны оқиды. Демек, ол үйден кетпек болған екен ғой дейді. Селимнің адамы біздің адамымызды ұстап алды, одан сұрақ алып жатыр, бірақ ол ештеңе де айтқан жоқ дейді. Сол кезде Селим, біздің бомба оларда, олар оны біз қойғанымызды біліп қоюы мүмкін дейді. Рашид мырза Салимнің алдына келеді. Сен бір нәрсені бүлдіріп жүрсің ғой дейді. Осы кезде Рашид Жанфизаның жоғарғы қабаттан құлап кеткенін айтады. Селим оған, ол өмір сүреді ме, өлген жоқ па деп сұрайды. Жанфизаның алдына отбасысы кіреді. Сөйтіп оның қал жағдайын сұрайды. Бір кезде Махир анасымен және Афет ханым кіріп келеді. Махир осы кезде Жанфизадан, бұл оқиға қалай болды, сен қалай құлап түстің, есіңде бар ма деп сұрайды. Афет ханым болса бір нәрсені айтып қоймаса екен деп қатты қорқып тұрады. Бірақ Жанфиза оны айтпай қояды. Басым айналып, сол жерден құлап кеттім дейді. Гулизар да ауруханаға келген болатын, бірақ ол сыртта кірмей күтіп тұрады. Сөйтіп ол ойға қатты беріліп тұрған кезде артынан көлік келіп қалады. Сөйтіп оны Күршат мырза құтқарып қалады. Гулизар ол Жанфизаның әкесі екенін біледі. Сөйтіп ол атын айтып бір-бірімен танысады. Осы кезде Гулизар Күршат мырзаны ұнатып қалғандай болады. Мында Махир Жанфизаға, сен үйден кетпек болған екенсің ғой, хатта жазып кетіпсің дейді. Сөйтіп Жанфиза, сен мені кешірдің бе деп сұрайды. Осы кезде Жанфизаға біреу гүл жібереді. Оның бетінде хат тұрады. Махир хатты дереу алып оқиды. Хатта Селим, менсіз 3 күн өткізіп едің, басыңа осындай іс түсті. Менің қасымда жүргеніңде бұндай болмас еді, тезірек сауығып кеткін деп жазады. Бұны оқып, Махир қатты ашуланады да гүлді қоқыс жәшігіне тастап жібереді. Селим бір жоспар құрады. Алдына бір адамды шақырып, сен маған көмектесуің керексің, мен бір адамнан құтылуым керек, оны өлтіруге көмектессең, сұраған ақшаңды беремін дейді. Ертесі күні Махир Жанфизаға барады, бірақ палатада ол жоқ болады. Жанфиза ханымды әкесі алып кетті дейді. Жанфиза әкесінің үйінде жатады. Сөйтіп әжесі одан, Махир екеуінің араларында бір нәрсе болды ма, онда неге өз үйіңе бармадың, мында келдің дейді. Жанфиза болса, біздің арамызда ештеңе жоқ, бәрі дұрыс дейді. Осы кезде Махир қоңырау шалып қалады. Махир Жанфизадан, не үшін кетіп қалдың деп сұрайды. Жанфиза, бұрынғыдай маған жылы қабақ танытсаң ғана барамын дейді. Махир ашуланады да, онда сол жерде қалсаң қал деп тұтқаны қоя салады.
Ауруханадан шыға салып Махир такси ұстайды. Бұл Селимнің адамы болатын. Таксист Махирмен жол бойы әңгімелесіп, өзі жайлы, отбасы жайлы айтып отырады. Сөйтіп оған, маған кез келген уақытта хабарласаң, мен жетіп келемін деп визиткасын береді. Жанфизаның үйіне оны көру үшін Афет ханым мен Гулизар келеді. Сөйтіп ол екеуі жеке сөйлеседі. Афет ханым Жанфизаға, Жанфиза, мен саған айтар бір өтінішім бар. Сен естіген ол менің мәңгілікке сақтап жүрген 50 жылдық құпиям болатын. Егер сен оны басқаларға айтсаң, біздің отбасымыз күйреп кетеді. Саған өтініш, бұл оқиғаны, бұл сырды ешкімге айтпа дейді. Жанфиза, жарайды, ешкімге айтпаймын, тек менің бір шартым бар дейді. Афет ханым, қандай шарт дейді? Мен Махирді сүйемін, сөйтіп ол үйге ораламын. Сіз маған ешқандай қарсылық танытпай, өзіңіздің келініңіз ретінде мені қабылдайсыз дейді. Бұл сөзді есту Афет ханымға оңай болмайды. Сен сонда не, мені қорқытып жатырсың ба дейді. Мен сіздің өтінішіңізді орындаймын, ал сіз менікін. Сонда сіздің сырыңызды ешкім білмейтін болады дейді. Селимнің алдына Күршат келеді, сөйтіп оған құжаттардың дайын болғандығын айтады. Селим Махирдің үйіме келіп, Жанфизаны алып кеткенін айтады. Сөйтіп оған, сенің бұған қатысың жоқ па деп сұрайды. Күршат болса, сен өзің де білесің ғой, мен Махирге қызымды бергім де келген жоқ дейді. Күршат, менің де мақсатым Махирдің көзін жою дейді. Осы кезде Селим өзінің жоспарын айтады. Жақын арада Махирден бір жолата құтыламыз дейді. Махир Салихке бомбаны зерттеп, оның Селимнің ісі екендігін айтады. Махир Жанфизаны алып кету үшін әкесінің үйіне келеді. Сөйтіп ол сыртта ойланып тұрған кезде, оны Селимнің адамы сыртта снайпермен өлтірмек болып күтіп тұрады. Ол адам Махирді ыңғайлы етіп дәлдей алмай, сыртта бақылап қарап тұрады. Махир ақыры есікті қағады. Сөйтіп есікті Саваш ашады. Саваш қорққаннан сасқалақтап тұрады. Махирдің көз алдына кезінде Саваш Махирді атқан кезіндегі түрі елестейді. Махир Савашқа, менің әйелімді шақыр дейді. Үйге кіріңіз дейді. Жоқ, мен қылмыскерлердің үйіне кірмеймін. Осында шақыр, сыртта сөйлесеміз дейді. Жанфиза сыртқа шығып Махирмен сөйлеседі. Махир оған, мен сені алып кетуге келдім дейді. Жанфиза оған, маған алдыңғыдағындай жылы қабақ танытсаң ғана барамын дейді. Махир, мен саған бұрынғыдағындай бола алмаймын. Бірақ бізді Селим аңдып жүр, сол үшін мен сені бұл жерден алып кетуім керек дейді. Осы кезде Күршат мырза сыртқа шығады. Күршат мырза, Жанфиза, Махир екеуінің араларында бір нәрсе болды ма дейді. Жоқ, ештеңе болған жоқ, бәрі дұрыс дейді. Онда не үшін маған хабарластың? Мені алып кет деп айттың ғой дейді. Күршат, мұнда не болып жатыр, Махир? Мен саған қызымды аманаттап бердім ғой дейді. Егер араларыңда бір нәрсе дұрыс болмаса, мен сені жібермеймін қызым дейді. Сол кезде Жанфиза, жоқ, мен өзім кетемін, бізде бәрі дұрыс дейді. Жанфизаның заттарын алып көлікке қарай орналастырып жатады. Осы кезде снайпермен аңдып тұрған адам Махирді дәлдеп енді атайын деп жатқан кезде қасындағы адамдар кедергі жасап, оны ата алмай қалады. Жаңағы адамға Селим хабарласып, не істедің? Істі тындырдың ба, Махирден құтылдың ба дейді. Ол адам, ата алмай қалдым, жан-жағымдағы адамдар кедергі жасап қалды дейді. Махир мен Жанфиза көліктеріне отырып үйлеріне қайтады. Жанфизаның заттарын үйіне қарай алып бара жатады. Бір кезде Жанфиза, аяғым ауырып тұр ғой дейді, мені көтеріп ал дейді. Сөйтіп Махир Жанфизаны қолына көтеріп бөлмесіне қарай алып кетеді. Келесі бөлім өте қызықты болады, сол үшін менің Киноәлем каналыма тіркеліп кетіңіз.